19 жасар студент қыз анасына бірер сағаттан соң келемін деп уәде беріп, қайта оралған жоқ. Бұл күн бүкіл әлемді дүр сілкіндіреді деп ешкім күтпеген еді. 30 жылдан бері шешімін таппаған бір ғана сұрақ. Тара Калико шын мәнінде қайда жоғалып кетті? Барлықтарыңызға сәлем. Әдеттегідей, видеомыз басталмастан бұрын лайк және арнамызға тіркелу батырмасын басып кетейік. Оған қоса Telegram парақшамызға да тіркелсеңіздер екен дейміз. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Тара Каликоның жұмбақ жоғалуын қысқаша баяндап береміз. Тара Калико 1969 жылдың 28 ақпанында ақштың оңтүстік батысындағы кішігірім Белен атты қалашығында дүниеге келген. Бұл қалашықта 7000 шақты адам өмір сүреді, сондықтан да қылмыс аса қатты көп бола бермейтін. Жоғалмастан бұрын Тара Нью-Мексико университетінің 2-ші курс студенті еді. Өз сабағын жақсы оқып, болашақта психиатр болуды армандаған. Таныстары оның бос уақытында жүгірумен және велоспортпен айналысатынын айтады. Сонымен қатар, әр күнге күнделікті жоспар құруды да жақсы көреді екен. 1988 жылдың 20 қыркүйегі. Сағат таңғы 9 шамасында Тара анасына күнделікті трассада велосипед теуіп қайтамын деп сұранады. Бірақ өзінің велосипеді бұзылып қалғандықтан анасыныкін мініп кетеді. Өзінің қасына тағы плеер алады. Сағат 12-ден өтті. Тара әлі оралған жоқ. Бұл күмән тудырды. Өйткені ол ешқашан өзінің күнделікті жоспарын бұзбайтын. Уайымдаған ана қызын іздеу үшін жолға шығады. Бірақ Тараны таба алмайды. Солай полицияға болған жағдайды баяндайды. Полициялар дереу түрде іздеуге кірісіп, куәгерлерден тергеу алады. Оны соңғы рет 11:45 шамасында жолдан біреу көріпті. Сол уақытта ізінен бір ақ пикап кетіп бара жатыр еді. Бірақ пикаптың осы іске қатысы бар ма екені белгісіз. Куәгердің айтуы бойынша Тара ол пикапқа ешқандай мән бермеген. Бәлкім құлаққапта кетіп бара жатқаннан соң естімеген болар. Келесі күні үйдің жанынан Тараның өзімен бірге алып кеткен кассетасы табылады. Ол үйден шығып бара жатып, қалтасынан түсіріп алған секілді. Детективтер сол жерден велосипедтің іздерін де тапқан. Содан кейін Тара соңғы рет байқалған жерден оның плеері табылады. Бірақ қыздың велосипеді сол күйі жоғалып кетті. Масштабты іздеу жұмыстары жүргізілгенімен Тараның жоғалуы бойынша ешқандай айғақтар табылмады. Сондықтан полицейлер Тара Калико есімді қыз жоғалды деп газет беттеріне бастыртады. Газетті оқығандардан мен бұл қызды көрдім деген қоңыраулар да келіп түседі. Бірақ көпшілік қоңыраулардан ештеңе шықпайды. 1989 жылдың 15 маусымында, яғни Тараның жоғалғанынан 8 ай өткеннен соң, Порт Сент-Джо қаласының жағажайынан адамдар осыған ұқсас қызды байқап қалыпты. Бірақ оның нақты ол ма, ол емес па екені белгісіз. Сол күні біреу автотұрақтан сұмдық фотоны табады. Ол суретте белгісіз біреу Тара Каликоны және бір кішкентай баланың қолдарын байлап, ауыздарын скотчтап тастаған екен. Қыздың жанында My Sweet Audrey атты өзінің сүйікті кітабы жатады. Бұл жағдайдан соң барлығында жауабын таппаған сұрақтар көбейіп кетті. Камераның көмегімен сол күні фотоның жанында бір-ақ фургон тұрғандығы анықталады. Көліктің жүргізушісі мұртты орта жастағы ер адам. Бірақ ол адамның нақты кім екенін анықтай алмады. Полицейлер суретті Тараның анасына көрсетеді. Ал ол болса қызын бірден таниды. Себебі фотода байқап тұрғандарыңыздай Тараның аяғында тыртық болған екен. Полиция әлі де асықпайды. Сол уақытта қыз 20-ға толуы керек еді. Суреттегі балаға келетін болсақ, алғашында оны 9 жасар Майкл Хенли деп танылды. Ол 1988 жылдың 15 қыркүйегінде таудың басында із-түзсіз жоғалып кеткен еді. Бірақ бұл бала Майкл деген ойлар қате болып шықты. Себебі сол таудан жоғалған баланың заттары табылады.
Детективтердің болжауынша, ол адасып кетіп, белгісіз бір себеппен көз жұмған болуы мүмкін. Мұнымен бәрі аяқталған жоқ. Эксперттер суретті анықтап зерттеп, кітаптың бетінен телефон номерді көріп қалады. Кейбір сандарын эксперттер анықтай алды. Бұл мүмкін болған 300 нөмірдің 57-сі ғана жұмыс істеп тұр екен. Солай барлығын тексере келе, ешқандай номер емес болып шығады. Ары қарай полицейлерді тағы да тосынсый күтіп тұр еді. Калифорния штатының Монтесито қаласынан тағы бір фото табылады. Ол жерде дәл алдыңғы суреттегідей бір қыздың аузын скотчтап тастаған. Анасы фотоның сапасының нашарлығынан бұл туған қызы ма екенін анықтай алмады. Одан соң полицейлердің қолына тағы бір сурет түсті. Бұл суретті қарасақ, пойыздың ішінде қызды бір еркек күштеп ұстап отырған секілді көрінеді. Бәлкім бұл суреттердің барлығы біреудің ойыны шығар деген теориялар да пайда болды. Полициялар іздеуге қанша күш жұмсағанымен, соңғы сурет Тара Каликоның ісіндегі соңғы айғақ болып қалды. 2003 жылы тағы бір жайт орын алады. Тараның бұрынғы жігіті өзінің әйелін өлтірді деген айыппен сотталады. Осыған байланысты қызды осы ұрлауы мүмкін бе деген сұрақпен оның ісін детективтер қайта қарады. Бірақ ешқандай нақты дәлелдер табылған жоқ. Тара жоғалғанынан 20 жыл өткеннен соң Валенсия аймақтық шерифі бұл іске өз көзқарасын білдірді. Оның ойынша, қыздың жоғалуы жазатайым жағдай. Тараның артынан келе жатқан пикап абайсызда велосипедте келе жатқан қызды соғып кеткен. Солай мәйітті жасырып, қылмыс орнынан көзін жоғалтқан. Шериф өз пікіріне өте қатты сенімді болды. Бұл ойлардан соң қыздың анасы да көз жұмады. Тара Каликоның жоғалғанына қазір 34 жылдай болып қалды. Іс әлі де ашық. Бірақ полициялар табылған суреттерді қарамайды. Бәлкім олар фотодағы Тара емес деген шешім шығарған шығар. Олай болатын болса, суреттегі Тараның сүйікті кітабын қалай түсіндіруге болады? Және қыздың аяғындағы тыртықта сәйкестік пе? Осылайша видеомыз аяқталды. Лайк және тіркелу батырмасын басу арқылы арнамызды қолдай аласыз. Тара Калико қайда жоғалып кетуі мүмкін? Пікірлеріңізді комментарийге жазыңыздар. Бізде осымен осы. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QR ұжымы келесі видеоларда кездескенше.